Havalandırma pazar vardır. Bol sesle çıkır. Bugün Respublika boyunca osындай төтенше жағдайлар boyunca іс-шара өтіп жатыр. іс-шара boyunca табиғи және техногендік апаттар туралы, яғни қауіпті аймақтан қауіпсіз аймаққа шығу мақсатында жасалып жатқан іс-шара. Табиғи апаттарға не жататынын білеміз, я? Не жатады? Жер сілкінісі, найзағай, дұрыс айтасың. Жел, дауыл. Енді осындай табиғи апаттар кезінде мына үлкен ғимараттан шығу үшін, мына ғимараттар құлайтын болғанда, мына ғимараттың биіктігі өзіне сәйкес болып құлайды ар жақтан. Біздің шыққанымыз мына қауіпсіз аймақ болып есептелінеді. Түсінікті ме? Ал енді техногендік дегеніміз қолдан жасалған. Біз барлық телевидение басқа нәрселерден қойып жатырмыз. Мына ғимаратқа мина, басқа да жарылғыш заттардың қойылған туралы, яғни бірнеше адамның өмірін қият деген сөз. Яғни күдікті зат болатын болса, оны ашып қарауға болмайды. Түсінікті ме? Яғни мынандай коробкаде, басқа да заттарда болуы мүмкін, жарылғыш зат болуы мүмкін. Яғни бірнеше адамның өмірін қият деген сөз. Міне осындай нәрселерді жаңағы террористік акт жасалған кезде осындай заттармен жасалынады. Енді негізгі қауіпсіздік белгілері деп жатармыз, міне қауіп жетіліп тұр мына жерде. Одан кейін міне табиғи апат, жер сілкінісі деп жатырмыз. Қалай шығуымыз керек? Яғни бірнеше оқушылардың өмірін алу үшін міне мұғаліммен бірге шығып отыр мыналар қауіпсіз аймаққа. Егер қалып қалған жағдайда міне көрсетіліп жатыр. Партаның не болмаса басқа да қатты заттармен. Жаңында айттым, бастарымызға сөмкемізді не болмаса қатты затты бас жағымызға қойып шығуымыз керек деп. Міне осы нәрселердің барлығы ең бірінші адамның өмірі деп жатамыз ғой, осылардың барлығы осыған арналған. Сұрақ бар ма маған? Іс-шараға қатысқан оқушыларға барлығына рахмет.